Баршаларыңызға сәлем. Жер жаһанды өзінің қанық түсімен білдіріп жүретін біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейінгі 2000-1000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендерінің негізі С, В1, В6, Е дәрумендері және фолий қышқылы бар. Жинап алған бойда пісірген қызылшаның емдік қасиеті бар. Ол жасы ұлғайған, гипертониямен және бауыры ауыратын, іші қатқан адамдарға өте пайдалы болып келеді. Қызылша көп қайнауды қажет етеді, яғни 2-3 сағат уақыт кетеді. Ал оны тез арада пісіру үшін сіздерге керемет лайфхак айтайын. Оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып, суын төгеді де 10 минут үстіне суық су ағызып қояды. Міне дәл осы әдіспен жасайтын болсаңыздар, сіздер қызылшаны әп-сәтте жұп-жұмсақ етіп пісіріп алсаңыздар болады. Ал салат немесе винегрет жасау үшін оны щеткамен тазартып, суық сумен жуып, қабығымен қайнатады. Қайнатқан кезде қызыл түсін жоймас үшін суға аздап шекер салуға болады. Шамалы 2 литр суға жарты шай қасық қоссаңыздар болады. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер етеді. Бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс жегіге, мешел ауруына, сүйек кеуектенуіне және балалар бойы өсуінің бұзылуына әкеліп соғады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қаназдықтың алдын алады, тіпті қатерлі ісіктен де қорғайды екен. Сондықтан біз қызылшаның анау айтқандай керемет ұлан асыр пайдасын айта алады екенбіз. Қызылшада йод көп, сондықтан ол есте сақтау қабілетіне және адамның ой өрісі мен зейіннің жоғары болуына көмектеседі. Қызылша темірдің сіңуіне де әсер етеді. Сондай-ақ адамның физикалық төзімділігін арттырады. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатындығын анықтаған екен. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Яғни оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумендігінің бар екендігі ықпал етеді. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Ең алдымен қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ бұл жағдайда қызылша шырынын пайдаланғанда абайлау керек. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды, токсиндерді, шлактарды шығарады. Сондай-ақ асқазандағы ауырлық сезімінен арылтып, тұмау кезінде де қызылша қабынуға өте жақсы әсер етеді екен. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқынша қабынуы кезінде де қызылшаны пайдаланғандарыңыз дұрыс. Байқап қарасақ, біз жақсы көретін қызылшаның өте көп пайдасының мол екендігін, витаминдерге бай екендігін білдік. Сондықтан міндетті түрде ас мәзіріне қызылшаны қосуды ұмытпаңыздар.